Армысыздар, қадірменді Джакишевтің жақтастары. Құлсары қаласында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар үкіметтен құлаған үйдің әр шаршы метрін 400 мың теңгеден бағалап, өтемақы төлеуді сұрайды. Билік өкілдері үйдің шаршы метрін 200-240 мың теңгеден бағалап өтемақы есептеуге дайын екенін айтады. Тұрғындар арасында бұған көнбейтіндер де, келісетіндер де бар. Дегенмен, келіспейтіндердің саны артық. Себебі егер оларға дейін техника, материал мен жұмысшылар әрең дегенде жете алады, және сондықтан бағаны күрт көбейтті. Тоқаев оларға 500 мың теңгеден берем деп уәде еткен еді, ал енді алдап кетті. Халқым Құлсарыны қосып, жалпы республикада мемлекет 14 мың адамға ақша берме алдап кетті. Олар ертең Астанаға шығып, Ақорданы қоршаймыз дейді. Джакишевтің айтуынша, Ақорданы 14 мың адам қоршаса, оларды я өлтіріп тастайды, я олар Тоқаевты басып алады. Егер Тоқаев оларға ақша берсін десеңіз, лайк басыңыздар. Ойыңызды комментарийге жазыңыздар. Су тасқынынан бүлінген үйді бағалау комиссиясының есебімен келіскен тұрғындарға қаражат уақыт күттірмей төлене береді. Ал келіспеген жағдайда өтініш негізінде қайтадан қарастыратын боламыз. Егер техникалық қадағалау мамандарын өзіңіз жалдайтын болсаңыз, ол сізге 1 мамыр миллиона теңгеге түседі. Даулы жайттар бойынша келісімге келуге дайынбыз. Тек ең бастысы, аспандағы айды сұрайтындай баға болып кетпеуі керек. 21 мамырда таң мезгілінде Жылой ауданы әкімі Жұмабек Қаражанов су тасқыны бүлдірген үйлеріне өтемақы төлеуді талап етіп, әкімдік алдында біріктіріліп тігілген 3 шатырда отырған адамдарға осылай деген. Шамамен 66 мыңдай адам тұратын Құлсары қаласында биылғы тасқын салдарынан, қазіргі мәлімет бойынша 3 мыңға жуық үй құлап бүлінген, 570-ке жуық үй апатты жағдайда деп танылған. Үйдің шаршы метріне 400 мың теңгеден төленсін. Баспанасымен қоса жиған терген мүлкінен айырылғанын айтқан Құлсары тұрғындары үкіметтен тасқын құлатқан үйінің әр шаршы метрін 400 мың теңгеден есептеуді сұрайды. Олар үйі ғана емес, өзге де дүние мүлкі, қора-қопсы, көлік жай, киім-кешек, тұрмыстық техникалары мен жиһаздарынан да айырылғанын алға тартып, әлгі 400 мың теңгенің ішіне сол шығының бәрі кіреді деп түсіндірді. Бірақ билік олардың талабы орынсыз дейді. Баспанасыз қалып, күйі әбден кеткеніне наразы жұрт 15 мамырдан бері аудандық әкімдік алдына күнде жиналып, шығынды бағалау жұмыстарын әділ жүргізуді және өтемақыны сөз бұйдаға салмай тезірек төлеуді талап етіп жүр. Олар 19 мамырда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа видео үндеуінде Құлсары қаласы мұнай мен газдың үстінде отырып, тұрғылықты халқының 21 ғасырда технология дамыған заманда мынадай сорлы күйде өмір сүруі әділетті ме? Әрине, жоқ, деп мәлімдеді. Алғашқы кездегідей емес, кейінгі күндері алаңға жиналатын адам қарасы азая бастағанымен түгел тарап кетпеген. 16 мамырда Құлсарыда олармен кездескен Атырау облысы әкімі Серік Шәпкенов мүлікті техникалық сараптау қорытындысы жөніндегі құжатқа сүйеніп, тасқыннан зардап шеккен үйдің әр шаршы метрі нарықтағы бағамен 200-240 мың теңгеден есептелетінін мәлімдеді. Ол егер тұрғындар 400 мың теңгеден есептеу туралы талабын тиісті құжатпен негіздеп, дәлелдей алса, ол мәселені жеке қарастыруға дайын екенін де жеткізді. Облыс әкімінің бұл сөзінен кейін кейбір тұрғындар әлгіндей шығын көлемін есептеп, негіздей алатын сарапшы іздей бастады. Облыс әкімі мен наразы тұрғындардың әңгімесі 2 сағатқа созылды. Үй-жай, дүние мүлкінен айырылғанына қапалы жұрт 400 мың деп айқайлады. Алаңға жиналған жұрттың бір бөлігі әкімнің көнбейтінін байқаған соң, мәселені шеше алмасаңыз, бізге сіз емес, Тоқаевтың өзі келсін, деп және бір талап айтты. 20 мамыр күні премьер-министр Олжас Бектенов онлайн қатысқан жиында облыс әкімі Серік Шәпкенов жылжымайтын мүлікті бағалау комиссиясына барлығы 2727 өтініш түсіп, мыңға жуық үй апатты деп танылғанын хабарлады. Тасқыннан зардап шеккен кәсіпкерлерден келген шығынды өтеу жөнінде 301 өтініш түскен. 500 тұрғынға бағалау қорытындысы туралы ақпарат берілді. 105 тұрғын өтемақы сомасына келісіп, келісім шартқа отырды. 53 үй апаттық жағдайда, 52 нысан күрделі жөндеуді қажет етеді деп танылған. Бағалау апта аяғына дейін жүргізіледі. Құлсары қаласының Болашақ ықшам ауданында 150 үй салынады деп жоспарланды. Қазір 70 үйдің құрылысы басталды, деді облыс әкімі Шәпкенов. Өтемақы әділ есептелсін. Құлсары тұрғыны Қайрат Әбуев кәмелетке толмаған 5 баланың әкесі. Бір ұлының мүгедектігі бар, тағы 2 баласы ұстамаға эпилепсия шалдыққан.
Құлсарыда тасқын басталғалы бері бала шағасы туыстарын паналап отырғанын айтады. Жылжымайтын мүлікті бағалау комиссиясы Қайрат Әбуевтің тұрғын алаңы 72 маусым шаршы метр үйін 7 миллиона 93 мың теңгеге бағалаған. 14 мамыр күні оның қолына бағалау комиссиясының қорытындысы тиген. Онда үйді жөндеп, қалпына келтіру жұмыстарына кететін шығын 6.049 мың теңге деп көрсетілген. Қайрат олардың есебіне келіспей, келесі күні арыз жазған. 7.000 теңге үй жөндеуге жетпейді. Аулада суға кеткен дүние мүлкімнің өзі 8.000 теңге тұрады. Қаншама ағаш материалдарым су болып бүлінді. Үлкенді кішілі 3 жылыту жабдығымның өзі 3.000 теңге тұрады. Оларды мұнша, басқа да ғимараттарды жылытуға жалға беретінмін. Қазір үйді жөндеуге құрылысшылар бригадасы 2,5 миллион теңге сұрайды. Есептеп қарасам, үйді жөндеуге 15.000 теңгедей ақша керек екен. Маған үйімді жөндегеннен гөрі, бұзып, қайта салған тиімді. Ал қайта салуға 20.000 теңге қажет болады. Үйімнің шығынын қалай бағалағанын, неге сүйенгенін түсінбеймін дейді Қайрат Әбуев. Бағалау комиссиясы Құлсарылық Гүлнар Ысқақованың тұрғын алаңы 121 шаршы метрге тең үйін техникалық апатты жағдайда деп танып, үй шығынын 21.406 мың теңгеге бағалаған. Оған қосымша үй тұрған жер телімінің нарықтағы құны 2.652 мың теңге деп есептеген. Ысқақова дәл өзінікіндей көршілерінің үйлері 28-31 мың теңгеге бағаланғанын айтады. Ауласындағы суға кеткен сарайы мен басқа да бүлінген дүние, мүлкінің шығыны есепке алынбағанына наразы. Қазіргі отырған үйімнің жертөлесінде 3 метр су толып тұр. Үйдің іші көгеріп, иістеніп кетті. Мен жаңа үйге көшуім керек. 21.000 теңгеге үй сала аламын ба? Үйімде бір емес, мүгедектік топтағы 2 адам бар. Үйдің артынан тездетіп, биыл күзге дейін баспана тұрғызып алуымыз керек дейді әкімдік алдына наразылығын айтып шығып жүрген Гүлнар Ысқақова. Тұрғындар тасқыннан кейін Құлсарыда үй бағасы қымбаттап кеткенін, бұрын айына 50-60 мың теңгеге жалға берілетін пәтерге қазір 140 мың теңге сұрайтынын айтады. Сатуға қойылған жеке үйдің бағасы да күрт өсіп кеткен. Бұрын пәтерін 6 миллион мың теңгеге сата алмағандар, қазір 13 миллион мың теңгеге де бермей отыр. Ал 18.000 теңге тұрған жеке тұрғын үйдің ең арзаны қазір 35.000 теңгеге өтіп жатыр дейді Азаттық тілшісі сөйлескен жергілікті адамдар. Әкім айтқан өтемақыға келісетіндер бар. Құлсары тұрғындар арасында құлаған үйдің шаршы метріне 400 мың теңгеден өтемақы берілсін деген талапты тым көп, орынсыз деп сынағандар да болды. Облыс әкімі Құлсарыда халықпен кездескеннен кейін, кей адамдар үйдің шаршы метрін 200-240 мың теңгеден бағалауға келісетінін айтты. Осындай пікір білдірген адамдардың сөзі жазылған видеоларды Атырау облысының төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штабы да таратты. Азаттық тілшісі сөйлескен жергілікті тұрғындардың бірі аты жөнін атамауды өтінді. Су бұзып тастаған үйінің шаршы метрін үкімет 240 мың теңгеден есептеп, өтемақы беретін болса келісетінін, ондай ақша бүлінген үйін бұзып, қайта салуға жетіп қалатынын айтты. Оның пікірінше, көлемі шағын үйде тұрған адамдарға бұл тиімсіз. Мысалы, көлемі 80 шаршы метр үйдің иелері ұтылып қалайын деп тұр. Олар енді үй сала алмайды да, бірақ дайын үй сатып ала алады. Оның өзінде де 14-15 миллионов теңгенің арзан, кішігірім үйін сатып алуға ғана жетеді. 240 мың теңге өзім үшін жақсы ақша. Негізі, әу баста біздің ықшам аудан тұрғындары жиналыс жасаған кезде үйдің әр шаршы метрін 200-250 мың теңге деп есептегенбіз. Бірақ, үкімет бәрібір түсіреді ғой, сондықтан 400 мың теңге деп белгілеп қояйық деп ойладық. Енді сол бағаны айтып тұр ғой үкімет, сол себепті келістім дейді ол. Әкімдік алдындағы наразылық. Құлсарыдағы Жылой аудандық әкімдігі алдында наразылық білдіріп тұрған адамдардың жартысы түнде сол жерге түнеп, жартысы күндіз келіп тұрып, бір-бірін алмастырып жүр. Қалада интернет жиі өшіп қалатынды шығарған, кешке өшіп, таңертең қосылып жүр. Атырау қаласы мен аудандарда да интернет жұмысына шағым айтқандар көбейді. Қазақтелеком компаниясы интернет жұмысында ақау жоқ деп жауап берді. Ал қала әкімдігінің баспасөз хатшысы Ғасырбек Төлеген облыстық цифрландыру және архивтер басқармасынан жауап ала алмай отырғанын айтты. 19 мамыр күні тұрғындар Құлсарыдағы әкімдік жанына арнайы жасақ мінген 2 автобус келгенін хабарлаған. Олардың бірі мұны қорқыту амалы деп атады. Әкімдік пен прокуратура өкілдері наразылық білдіріп тұрғандарды әкімдік маңайында тігілген шатырларды алып тастауға, алаңнан тарауға көндірмек болған.
20 мамыр таңертең алаңда тұрғындардың арасынан бір адам әлсіреп, құлап қалған. Полиция тексеріп барып, әрең өтізген жедел жәрдем көлігі ол адамды ауруханаға жеткізді деп хабарлады алаңда тұрған адамдар. Әкімдік 18 мамыр күні Құлсарының алғашқы 15 тұрғынының қолына баспанасын жөндеуге бөлінген өтемақы тигенін хабарлады. Ал келесі күні Құлсарының 250 тұрғыны тасқыннан мүлікке келген залалды бағалау қорытындысымен танысқаны жөнінде ақпарат тарады. Жергілікті биліктің дерегінше, 4 түліктің шығынын есептеу жұмыстары да жалғасып жатыр. Тасқыннан қырылған мал басына өтемақы төлеу 21 мамырда басталды. Жылой ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөліміне тасқыннан малы қырылған тұрғындардан 101 өтініш түскен. Ауданда барлығы 876 бас ұсақ және ірі қара мал шығын болған. 150 айк мөлшеріндегі мүліктік залалды өтеу жөнінде 2707 өтініш түсіп, оның 416-ның қорытындысы дайын деп хабарлады билік орындары.